Екі лақ ертегісі. Ақлақ пен қаралақ әрі жүгіреді, бері жүгіреді, жан-жағына алақ-жұлақ қарайды. Мына жағы қалың шілік, ана жағы қалың бау. Маңайда ешбір қой, ешкі көрінбейді. Сен ақлақсың, түк білмейсің, ақымақсың. Мені әрлі-берлі сүйреп жүріп, ақыры адастырдың. Жаның барында қойды тауып бер, деп қаралақ ақлақты бүйірден бір түйіп кеп қалады. Қаралақ бір күн бұрын туған еді. Ол ақлақтың ағасы саналатын. Денесі шымыр, жұп-жұмыр, маңдайында екі мүйізі бар. Өзі барып тұрған сотқар желбас еді. Ақлақты бауыр мекендеп аямайтын. Қит етсе, ақлақсың, ақымақсың деп мазақтайтын. Ашуланса болды мүйізімен бүйірден түйіп қалатын. Өзі және жалақор болатын. Бағана бә, мына жердің шөбін қара, деп қалың шіліктің ішіне бастап келгенде өзі болатын. Енді адасқан соң ақлақты жазғырып тұр. Ақлақ, ақымақ, жаның барда түс дейм алға, деп зекіреді қаралақ. Ақлақ әр ойланады, бер ойланады. Жүрген тұрған жерлерін еске алады. Ұзап кеткен қойды қалай табамыз? Кім біледі, ендігі тау асып, жайлауға жетіп те қалған шығар. Ал жайлауға барар жолды табу да оңай емес. Сонда да жол кесіп көрейін, бірақ саған айтатын сөзім бар. Ешкім мені кеспейсің, айтқанымды істейсің. Осыны орындамасаң, адасып өлеміз, дейді ақлақ. Өлеміз деген сөзді естігенде қаралақ үрейі ұшып қорқып кетеді. Қанша тентек болғанмен ақлақтың тілін алуға уәде береді. Ақлақ жол бастап алға түседі. Қалың шөпті олай-бұлай жапырып жүріп отырады. Алдынан жыра кездессе секіріп өтеді, тас кездессе қарғып өтеді. Сөйтіп екеуі бір кезде таудың етегіне ілінеді. Маңайда бір қара көрінбейді. Айнала жым-жырт. Ойда жоқты алдарынан бір түлкі шыға келеді. Тух, өзің бір аппақ қардай әдемі лақ екенсің. Ағаң да әдемі. Шаршап қалған шығарсыңдар. Біздің үйге соғып, дәм татып кетіңдер. Менің де өздеріңдей екі балам бар. Бірге ойнайсыңдар, дейді түлкі. Ал өзі ішінен ақлақ кішкентай екен. Қапысын тауып осыны жәукемдейін. Бірақ мұны көрген ағасы қорқып қашып кетеді-ау, деп ойлайды. Не айтатын күні бұрын ойлап қойған ақлақ былай деп тіл қатады. Төке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында бізді қасқыр күтіп отыр. Ол қаралақ екеумізді қонаққа шақырып еді. Сізге еріп кеткенімізді көрсе, ашуланады ғой. Қасекеңнің қары қатты. Мүмкін өзіңіз де бізбен бірге жүрерсіз. Жарайды ендеше, жүре беріңдер. Мен арттарыңнан барармын, дейді де түлкі бір қулық ойлайды. Бір кезде алдарынан тайыншадай көкжал қасқыр кез бола кетеді. Ол аузын арандай ашып, бірден екі лаққа тап береді. Қасқырды көрген түлкі сайға қарай зытады. Қарным ашып келе жатыр еді. Мұндай жақсы болар ма? Мен қазір сендерді жеймін, дейді қасқыр. Қасеке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында бізді арыстан күтіп отыр. Ол таудағы жортқан аң, ұшқан құс атаулыға патша болу үшін кеше осындай келіпті. Ертеңгі асына екі бұзау, түскі асына екі лақ, кешкі асына екі қозы жейді екен. Сіздің мына қылығыңызды көрсе, ол бұлқан талқан болып ашуланып жүрер, тіпті өзіңізді жазым етер, дейді ақлақ. Бә, әй қасқыр, мына арыстанды қара, шақырып тұр, деп бақырып қоя береді қаралақ тыныш тұрмай. Қасқыр қатты сасқалақтайды. Әрі-бері алақтап тұрады да, бәлесінен аулақ, бар, жандарыңның барында кетіңдер, деп жөнімен жібереді. Жүгірген бойымен екі лақ бір таудың басына шығады. Тауға шығып, айналаға қараса, тауды бөктерлей бір қора қой қаптап жайылып келеді. Қойдың артында астында аты бар, қасында иті бар қойшы да келеді. Қойды көргенде есі шығып қуанғаннан екі лақ бә деп
маңырап қоя береді. Шопан ата жол бастап бұрын келген ақлақты жерден көтеріп алады да: мен сендерді ойдан, қырдан іздеп таба алмай қойып едім, өздерінің тауып келгенін қарашы. Жарайсың ақлағым, жарайсың. Сені ақлақ, ақымақ деп мазақтайтындардың өздері ақымақ, деп ақлақты құшақтап бауырына қысады.